Өңірлік коммуникация орталығында әдеп жөніндегі кеңеспен атқарылған жұмыстардың 6 айлық қорытындысы баяндалды. Департамент әдеп жөніндегі кеңес мүшелері және әдеп жөніндегі уәкілдердің қатысуымен әкімдіктердің қызметшілерімен 332 іс-шара ұйымдастырған. Мәселен, 6 ай ішінде облыс бойынша 486 мемлекеттік қызметші тәртіптік жазаға тартылған. Мемлекеттік қызметшілердің заң бұзушылық фактілері 38%-ға төмендеген. Дей тұрғанмен, мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын бұзу фактілері 12-ден 17-ге көбейген. Оның басым көпшілігі әдеп жөніндегі кеңесте қаралған. Әдеп жөніндегі кеңес 7 отырыс өткізіп, онда 35 мәселе қараған. Оның 19-ы тәртіптік істер. Тәртіптік істерді қарау нәтижесінде 14 қызметші әртүрлі тәртіптік жазаға тартылған. Олардың 8-не әдеп кодексі талаптарын бұзған үшін, 6-ауына мемлекеттік қызметтерге кір келтіретін тәртіптік теріс қылықтарға жол берген үшін тәртіп жазалары қолданылған. Олардың қатарында Жаңақорған ауданы Сунағата ауылының әкімі қызметтік көлікті жеке бас мүлдесіне қолданған үшін, сонымен қатар Қармақшы ауданы Жосалы кенті әкімінің жеке үйін салу барысында қоғамдық жұмыста жүрген жұмысшыларды қол күш ретінде пайдаланған анықталып, істер әдеп кеңесінде қаралған. 31-ші арнаны шығарған Шелі аудандағы аудан әкімінің есебінің барысында жаңағы 31 арнаның телеарнаның тілшілеріне дөрекілік көрсеткен Шелі кентінің әкімінің тәртісі қаралды, оған сөгіс түрінде жаза берді, және ол жерде азаматтарға дөрекі сөйлеген, дөрекілік фактілер жасаған әкімдіктің бас инспекторы да қатаң сөгіс жазасына тартылды. Департаментте бізде WhatsApp желісі бар. Егер тұрғындар жаңағы әдеп нормаларын бұзу немесе қызметтік көліктерді қызметтен тыс мақсатта пайдаланатын жөніндегі нелер болса, онда сол WhatsApp желісіне телефон суретке түсіріп бізге жібере алады. Енді бұл бірінші ашықта бізде енді бір мәселе қаралды. Бұл бойынша мысалға ақпан айында осы Жаңақорған ауданының Сунағата ауылдық округінің әкімінің жаңағы осы қалаға сапарға келген кезде, осы оқуда жүрген кезде бір апталық, сол кезде жаңағы мейрамханаға осы өзінің қызметтік көлігімен барғаны анықталып, оны тұрғындар түсіріп алып, кешкі сағат 8 бен 9:30 арасында тұрған. Соған байланысты да кеңесте қаралып, оған сөгіс түріндегі тәртіп жаза қолданылды. Одан бөлек Астана телеарнасына шыққанды бәріңіз де білесіздер. Ол жерде жалпы Қармақшы ауданы Жосалы ауылдық округінің әкімі өзінің жеке тұрғын үйін жөндеуден өткізу барысында осы қоғамдық жұмысшылар пайдаланғаны жөнінде материал шыққан. Зерттеу барысында оны пайдаланғаны, енді түрлі асарлаттым дегенмен де ол жалпы жұмыс уақытында қоғамдық жұмыстарды апарғаны, ол жалпы мемлекеттік қызметке сыйыспайтын әрекет. Соған байланысты біз қатаң сөгіс түрінде жаза қолданылды.